2023 жыл қаңтар айы, Грузия. Пушкиндікіндей шрифт. Біз Батуми қаласындамыз. Батумиден шамамен 30 км жерде орналасқан Мтирала ұлттық саябағына бармақшымыз. Яндекс таксимен 30 лариге келдік. Біздер водопадқа бара жатыр. Жер қар екен. Батумиде күн жанып тұрды. Біз қаладан 1 сағаттық жерге шығып кетіп едік. Мына жерде салқын сезіліп тұр. Ар жақтан біраз жол жүріп жатық. Айшекіміз. Айшекшен шашаған сияқты. Денгі сол мұндай ақша екен. Енді мына жақта водопад төменге қарай. Көңіл күй өте керемет. Әдемі водопад екен, сарқырама. Жүрген жолымыз ұстайды, по идее. Ондай қатты алыс емес. Бір темппен жүрсең, шаршамай жетуге болады. Жеткен кезде шаршаған бәрі басып кетеді ғой. Айша әлі түсіп отыр. Керемет. Енді обратно неге қайтамыз? Көлге. Қайтып көтерілдік сарқырамадан. Лейк дейтін көлге бара жатыр. Ләке дейсің. Дейсің. Шаршадың ба? Иә, табақ ішкім келіп тұр. Атыраудың балшығы болып тұр. Біз бір жерге жақындап келатырық. Әлі өзіміз бір қылып жатқан жоқпыз қай жерге екен. Бірақ ауа райының температурасы төменге қарай түсіп кетті. Мынада базар жоқ екен. Кәдімгідей. Жүрек жалғау алып жатыр. Ас болсын. Су ішіп. Судың дәмі дәрінің дәміне ұқсай ма? Бір кішкене сондай бір привкусы бар. Мынандай кефальдар мекендейді екен. Мына көлде. Мына көлге ана жерде адамның түріне ұқсайтын тас бар екен, действительно. Шықтық, жаңа көлден, лейк дейтін көлден. Арғы жақта көтеріліп кетіп қайтып базаға бара жатырмық. Енді бұйырса такси болса Батумиге жетіп қалатын. Жолды көрсетейін сендерге. Атмосфера ерекше ме? Иә, керемет күшті. Кеуге жатырмыз. Такси. Лари сұрап тұр. Батумиға дейін. Жақын жердегі ауыл аты қалай екен астында жазылып тұр. Сол ауылға 30 лари. Біздер 30 ларимен Батумиден келіпті. Қымбат болған кішкене жүріп, табиғатты тамашалап, и жолдан такси ұстап, істейтін жерге барып. Көбісі таксистерін күттіріп қояды екен. Дополнительно ақша беріп, и сонымен обратно етеді. Біздің таксист жүріп тұр. Қанша уақыт жүретінімізді білмегесін. Фотоға түсіп, видеоға түсіп, сөйтіп келіп арғы жақтан. Күшті погода.
Яқтың сиырлары өрмелеп шөпірейді екен. Міндік әйтеуір мүдіге қылып. Біздер жетіп қалдық. 2 адамға 20 лари төлеп Автобуспен. маршруткамен бұйырып кетті. Енді тамақ ішуге бара жатырмық. Айша ұйықтап алды жолда.